талдаған сайын, көп талдаған сайын сенде сенімділік болады. Даже егер сіздер қаласаңыздар, осындай пробный тесттерді берем, осылай оқушылардың алдында талдайыншы деп сұранатындарыңыз бар болса, пожалуйста, онда күнделікті талдауларыңызға рұқсат, жақсы ма? Сондықтан тестті талдай беріңіздер. Бірінші сұрақ, мына жерде химиялық құбылыс дейді, қасықтың майысуы дейді. Так, бастайық. Қасықтың майысуы физика, көмірдің жануы, иә, бізде жанады, бір зат екінші затқа айналып кетеді, иә. Мынау дұрыс екен. Келесі, медицинада емдік мақсатта құрамында 33 нейтрон, 27 электроны бар элемент дейді. Так, мына жерде 27 кобальтта тұр, иә? 60 па мынау? Мен маған көрініп тұрған жоқ. Периодтық кестелеріңіз бар ма? 60-тан 27-ні алсақ 33 бола ма? Иә, кобальт. Ендеше кобальт болғаны онда дұрыс екен, иә? Осы. Келесі, бір қос байланысы бар көміртек. Бір қос байланысы бар көміртек әрине алкен болады. Оның формасы CnH2n. Міне, бұл да дұрыс. Келесі, төртінші, бір моль натрий сульфатын, натрий 2, так, 2SO4. Суда еріткенде толық диссоциацияға ұшыраса, түзілген сульфат ионының зат мөлшері. Так, натрий сульфаты диссоциацияланбайды негізі. Потому что, қалай айтсам екен, натрий сульфаты гидролизденбейді, то есть суға әрекеттеспейді. Бірақ диссоциация деген сөз, ол просто так натрий плюс SO4 минус 2 деген сияқты иондарға ыдырау. Я, бұл жерде натрий мына жақта 2 болғасын, мына алдына 2 қойып теңестіреміз. Енді осы жердегі сульфат ионының зат мөлшері керек, X моль. Так, сіздерге көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. 1 моль натрий сульфатының үстіне қоямыз. 1 моль. Коэффициент натрий 2 SO4-тің алдында да 1, сондықтан оған да 1 деміз. SO4-тікі де алдында ешқандай коэффициент жоқ, ол да 1. Ендеше одан шығатын SO4 ионы да 1 моль болғаны, иә? Өйткені бізге сульфат ионы керек. Бұл дұрыс. Егер бізде натрий сұраса, 2 моль болар еді, иә? Түсінікті болды ма? Иә. Келесі, 200 грамм натрий хлориді мен калий хлориді берілген екен. 200 грамм бізде 100% зат. Жалпы біз кез келген затты 100% деп аламыз. Оның 45% не ол натрий хлориді дейді. Оның 55% калий хлориді дейді. Натрий хлориді мен калий хлоридінің емерлерін тауып қойыңыздар, олар керек болады маған. Мыналарды мен тауып алайын. 45-ті 200-ге көбейтем. 45-ті көбейтем 200-ге. Тауып көмектесіп отырыңыздар, иә? Бөліңіздер 100-ге, мына жерден 90 шығады. Дұрыс па? 90. Келесі 200-ді көбейтемін 55-ке, бөлемін 100-ге, 110. Мынадан 110 шығады. Дұрыс па? Енді натрий хлоридінікі 58-де 5, иә, оның емері. 58-де 5-ің ол 90 грамм. Оның құрамындағы бізге не керек? Хлордың массалық үлестерін сұрап тұр. Хлорының массасын тауып алайық алдымен. Хлоры 35-те 5. Қанша деп тауып алайық. Так, 35-те 5-ті. 35-те 5-ті көбейтемін 90-ға. Бөлемін 58-де 5-ке. 54-те 61 дейді. 54-те 62 деп алуға болады. 54-те 62 деп алуға болады грамм.
Келесі калий хлоридінің емері қанша? 74,5. 74,5. Ол бізде 110 грамм. Ал оның құрамындағы жаңағы хлор 35,5. Ол х грамм деп тауып алайық. 35,5 көбейтілген 110 бөлінген 74,5. 52-де 42 деп алсақ болады екен. 52-де 42 грамм. Енді қараңыз. Так, былай не істесек, осы хлордың массалық үлесі керек, иә? Біз хлорлардың массасын білдік қой. Жалпы 200 грамм ол 100% деп, хлорының массалық үлесін x% десек болады. Хлорларын қосайықшы, 52-де 42-ге қосыңыз, 54-те 62-ні, 73-те 31. 200 грамм екен. 73-те 31. Енді осы 73-те 31-ді 200-ге бөліп, 100-ге көбейтем, иә? Көбейтем 100-ге. 36. 36-та 65 алынған 100. Опс. Так, қалай кетті? Дұрыс есептеп жатырмын ба? 35-те 5-тен тапқаным дұрыс қой, иә? 54-те 62, 52-де 42. Апай, ол дұрыс қой. Енді массаларын азайтамыз ба, әлде қосамыз ба? Жалпы Массаларын, ерітіндінің бізде. иә, қоспадағы хлордың массалық үлесі керек, иә? Иә. Хлордың массалық үлесі керек. Негізі екі массалық үлесті қосуға болады. Жекелеп есептесеңіз де болады. 54-те 62-ні 90-ға бөліп, 100-ге көбейтіп, 100-ге 60-та 68 шығады екен. Одан кейін 52-де 42-ні бөлемін 110-ға, көбейтемін 100-ге. Екеуін қоссаң өтірік болып кетеді екен, иә? 108 болып кетеді екен. Апай, Ау? мына екеуінің хлордың массасын қосып, 100-ге көбейтіп 200-ге бөлсе болады ғой. Иә, сөйттік қой, енді шықпай жатыр ма? 53,52 шығады ғой. Шықты ма? Сол ғой мен айтып жатқан. Солай істедік қой. Екеуін қосты, қанша шықты? Мен солай істеп едім, дұрыс калькулятормен дұрыс қолданбадым ау деймін, иә? Массалық үлесін табу үшін мынау хлордың массасын аласың. Так, Сонда осы 54-те 62-ге 52-42-ні қосамыз ба? Иә, 52-де 42-ні қосасың. Онда 107,04 шығады ғой. Иә, 107-де 0,4. И соны бөлесің 200-ге. Көбейтесің 100-ге. Так, 53,52 болады ма? 53,2. Иә, сол ғой енді примерно айтып жатқаным. Жаңа мен калькулятормен екеуін дұрыс қоспай істедім ау деймін. Иә. Жалпы массалық үлес ол хлордың массасын и жалпы массаға бөлесің. Жалпы массаға. Түсінікті ма? Иә. Шығады ғой енді. Келесі. Көлемі 22-де 4 литр ацетилен дейді. Толық жағу үшін қанша ауа кетті? Жарайды, бөлек жазақшы. С2H2 ацетилен жағу деген оттек қосу және СО2 мен H2 бөлінді. Кезеге дұрыс па? Мына жақта 2. Оттектің алдына 2. Так,
мынау 4, мынаумен 5, 5-ті 2-ге бөлсең 2,5 мынаған. Иә? Сөйтіп істей салуға болады негізі. Потом 22-де 4 литрді ацетиленнің үстіне қоямын. 4 литрді. И қажетті ауаның көлемі. Мынаның көлемі X литр. Астына 22-де 4 алам. Мынау 2,5 көбейтілген 22-де 4 алам. Дұрыс па? Енді мен мына жерде 22-де 4-ті, так, 22-де 4-ке көбейтіп, 22-де 4-ке бөлем ғой, сол кезде асты мен үстіндегі 22-де 4 қысқарып кетеді. Былайынша айтқанда, былай ғой. 22-де 4 көбейтілген 22-де 4 көбейтілген 2,5 бөлінген 22-де 4 біреусі қысқарып кетеді. 56 шығады онда. 2-де 5-ке көбейтсең 56 шығады. 56 ма? Точно ма? 2-ге емес, 2-де 5-ке көбейттіңіз ба? Иә. 56. Жақсы. Иә, дұрыс. 56. 56 шықса, 56 бізде ол 100% зат. Ой, то есть 20%. Иә, 20%. өйткені оттек қой бізде. Ал бізге керек ауа. Ауа бізде 100% керек. Түсінікті ма? 56-ны 100-ге көбейтіп, 20-ға бөлесіз. 280 шығады. 280 жауабы дұрыс. Осылай шығарсақ болады. Келесі. Көмірді химиялық өңдеу әдістері. Бұл негізі қазіргі жаңа форматтың сұрақ жаңағы нелерінде, кітаптарында жоқ мына сұрақ жауап. Бұл көне 11-ші класста болады. Газдандыру, гидрогендеу және гидролиз. Сонда жауап. Көмірдің химиялық өңдеу әдістері гидролиз, газдандыру, гидрогендеу деген әдістер. С болады, иә? С жауап болады, иә? С жауап. Но қате. Түсінікті болады ма? Бұны енді теория жағынан тас көмірді өңдеу әдістері, химиялық өңдеу деген сияқты тақырып бар, содан білесіз. Ары қарай, бутанальдың классаралық изомері. Бутанальдың классаралық изомері деген сөз. Изомер деген формуласы бірдей. Бутанальмен бірдей болады. Пентаналь ол екеу гомолог. Ондықтан ол емес бірден. 2 метилпропаналь изомер бола алады. Потому что бутанальда 4 көміртек қой. Ал пропанальда былай 3 көміртек, бірақ екіншіде не бар? Метил бар. Сондықтан онда да 4 көміртек бар. Сондықтан бұл жерде В жауабы дұрыс. Бутанон ол кетон. Кетон мен альдегид, кетонда нандай көміртекте нандай оттек тұрса, альдегидте олай емес. Сондықтан, в общем, кетон деген бөлек компания. Бутаналь бөлек компания, қосылыс. 2 метил бутанал ол пентанальдың изомері болар еді, өйткені бутан 4-теу, екіншіде метил бар. Түсінікті ма? Барлығын қосқанда 5 көміртек. Сондықтан изомер деген сөз хотя бы көміртек сандары бірдей болу керек. Түсінікті отыр ма? Сол үшін В жауабы болады. Мына жерде де қателік кетіпті. Өзім оқушым болғасын жаным деп аяп отырмын. Ай деп қоясың ғой. Ладно. Ақ фосфордың кристалдық тор типі дейді. Негізі ақ фосфор, өзі фосфордың 3 түрі бар. Жалпы қызыл фосфорлар қатты болып келеді. Ал ақ фосфор ол газ түрінде. Именно ақ фосфор газ түрінде. Сондықтан газ, сұйық заттар бізде олардың кристалдық торы молекулалық. И балқу температурасы минус болады. Дұрыс. Сондықтан төмен және молекулалық деген дұрыс мына жерде. Апай? Иә. Получается, барлық газдардың кристалдық торы молекулалық, болады? Әрине. Газдардың және сұйықтардың. Барлық газдар мен сұйықтардың кристалдық торы молекулалық. Рахмет. Гетерогенді жүйедегі дейді. Қысымды арттырғанда қалай істейді? Короче,
Мына жерде гетерогенді, яғни кристалл бізде қатты зат. Қатты затқа сразу қысым әсер етпейді, оны алып тастаймыз. Енді сутек қалды, оның алдында коэффициент жоқ. Бізде қысым мольге қарайды. Мынау алдында коэффициент жоқ, значит 1 моль, H иодтың алдындағы 2 моль. Иә? Енді қысымды біз арттырсақ, моль саны төмен болу керек. Значит, сол жақта бізде төмен, солға ығысып, ығысады. Түсінікті ма? Солға ығысады. Теңеспейді. Теңеседі деген сөзді бұрын болмайтын, қазір әдейі қойып қойыпты. Тепе-теңдік ығысқан кезде ешқашан теңеспейді. Тепе-теңдік теңесетін болса, қаяқтан ығысады ол? Түсінікті отыр ма өзі? Бір жаққа қарай ығысты ма, ол уже теңеспейді, ол сол жаққа қарай ығысып жатыр деген сөз. Сондықтан біз бұл жерде жауап солға ығысады. Ығысады. Тепе-теңдік орнап тұрса, онда еш жаққа ығыспайды ғой. Түсінікті ба? Айтып тұрғаным. Органогенді бейметалл. Органогенді бейметалл, сіздерге бір лайфхак айтайын. Органогенді бейметаллға қазір бір дүкен бар ғой, дүкеннің ағылшыншасы не қандай? Шоп деген қалай жазылады? SHOP. Және C бар. Бұл шоптыға қасына С әріпіне мысалға осы 5 элемент органогенді бейметалл. Сонда күкірт, гелий, оттек, фосфор, көміртек, иә? Әрине. Егер көміртек, бұл көміртек ол органогенді, значит органикалық қой, енді бір жана. Органикада ең маңызды бірінші элемент көміртек. Ал қалғанын ұмыт қалып атсаңыз, шоп деген сөзді есіңізге түсіресіз. Болды, бұл дұрыс енді. Келесі реакция теңдеулерінде тотықтырғыш пен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың массасы. Ну как, қайсы тотықтырғыш, қайсы тотықсыздандырғыш, алдымен соны білеміз. Әрине, реагент жағын ғана аласыздар. Оны ұмытпаңыздар. Тек реагент жағын ғана тотықтырғыш или тотықсыздандырғыш, мына екеуінің біреуі деп қана аласыз. Бұл жерде S0-ден S плюс 4-ге өзгеріп тұр. Одан кейін хлор ортасында плюс 5 зарядтан хлор минусқа өзгеріп тұр. Зарядтарын жазаламыз ғой, да? Иә. 4-тен 0 болу үшін минус 4 электрон, минус 1-ден 5-ке қарай өзгеру үшін плюс электрон. 4 электрон. Неге? Қараңыз, мынандай координатам, ол минус 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, неге бару керек? Плюс 5. 5-ке бару керек. 1, 2, 3, 4, 5, еще мынақта 6 бар. Минус 1-ден неге дейін бару керек? 5-ке дейін бару керек. Ортасында 6 аралық бар. Значит, 6 болады. Түсінікті отыр ма? 0-ден де асып. Так, 6-ны жоғарыға, 4-ті төменге. 6 мен 4 қысқарады. 3 пен 2. Значит, күкіртті бар жерге 3, хлоры бар жерге 2-ні қойғаны дұрыс. Бірақ қайсы тотықтырғыш, қайсы тотықсыздандырғыш? Минус. Бізде ұзын, қайсын бойы ұзын, қайсын бойы қысқа еді. Ұзын бойлар бойын қысқартқысы келеді, минусовать еткісі келеді. Ал қысқа бойлар қосқысы келеді дедім. Плюс бойын қосқысы келеді дедім. Енді бұл есте сақтау үшін айттым ғой алдында. Сол үшін бізде тотықсыздандырғыш ол күкірт, тотықтырғыш ол хлор. Значит, хлордың үстіне қоясын 30-да 75-ті, калий хлор О3-тің. Так, мына жерге жазайын, сыймайды ғой енді. Калий хлор О3, мынаған 2, мынаған 3-імді қойып алайын. Мынаған
неше 30-да 75 деймін, мынаны x деймін. Тотықсыздандырғыш. Иә, x дейміз. Мына жерде 3 көбейтілген 32, мынаны 2 көбейтілген 122-де 5, походу. Да, ұмытпасам. Так, x-ті қалай табамыз? 96 ма? 96 көбейтілген 30-да 75. Давайте көбейтіңіздер. Бөліңіздер 245-ке. Не екенін көбейтіндісі. Шығарып атсыздар ма өзі? 12,04. 12-де 0,4. 04. 12-де 0,4 дейді. Почему-то не шықпай қалды. Не шықпай қалды. Масса, я? дұрыс. 30-да 75 көбейтілген 96 бөлінген. Я, қысқа екен. 12-04 шығып тұр ғой. Енді жарайды, онда сіздер бар ғой, екеуінің орнын ауыстырыңыздар. Амал жоқ, ауыстырамыз, потому что олар да адам, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты алмастырып алған шығар десек, онда мына жағын x деп тауып көреміз. Бірақ ол кезде қате болады негізі. Бірақ сонда да көрейік, жауапқа қарай шыға ма екен, жоқ па екен. 30-да, ойбай, бізде такуына ахмет қалыпты. 30-да 75-ті, 78-де 47 болады екен ол кезде. да, ол кезде вообще дейсің ғой. Мен шығарып көрдім, 15-те 6, жоқ 15-те 3 па сондаймен шықты біреуінде. Мәні шықпағасын андай әртүрлісімен қойып көрген ғой. Не знаю. Ол кезде вообще шықпайды ма? Иә, тек 15-те 3 шықты. Так, 30-да. Апай реакциясы дұрыс па, точно ғой? Я. Теңестірген. Теңестіргенде дұрыс, иә. Так, енді мына жерде 3 пен 2 шығатын. Мынау 3, 6, 6, мынау 6, мынау 2. Бәрі дұрыс, иә. Онда қате болып тұр ғой. Жақсы. Келесі. Негізі бари ботқасы деген бар иесі 4, ол дұрыс. Бари ботқасы деген не десе бар иесі 4. Онан шығармасаңыздар болады. Шығарсаңыздар осылай эмерлеріне бөліп шығаруға болады. Ол да дұрыс. Так, концентрациясы 0,1 темір нитраты. Темір нитраты деген феррум NO3, иә. Так, 3 валент деген, значит, сыртта 3 салынады. Диссоциация кезінде темір және NO3 минус заряд. Мынау плюс 3. Теңестірген кезде мына жердегі 3-ті мынаны алдына қоясын. 0,1 моль. Ол темір нитраты 0,1 моль. Бізге темірдікін табу керек. Екеуін алды бірдей. Мынау 1, мынаның алды 1. Значит, мынау да бізде 0,1-ге тең деген сөз, иә? Значит, x-тен 0,1 шықса, ол 100%-да, оның 80%-ы қанша деп табасыз? 0,1-де 80 көбейтсек 0,08 ба? Иә, 0,08. Этил бензол, мынау пропил бензол. Мынау этил бензолдың өзі. 8. Мынау пропил бензол, мынау метил бензол, мынау вообще ксилол, да, я походу мынау 3 сияқты. Көміртек сандар. В общем, этилда 2-ақ көміртек болу керек. И этил бензолдың изомері или этил бензолдың өзі болып тұр ғой. Онда В жауабы дұрыс мына жерде. Ары қарай. Алюминий 2 дайлы қасиет көрсетіп, мына заттермен әрекеттеді. Бұл кезде мынандай нәрсені ұмытпаңыздар. 2 дайлы қасиет көрсетеді, себебі ол қышқылмен де негізбен де әрекеттесе алады. Сондықтан бола ма? Я. Қышқылмен де негізбен де әрекеттесе алатын болғасын ғана 2 дайлы да ол.
Так, көмірқышқыл газын алу үшін қоспасы бар ізбес тасы кальций СО3 ізбес тасы деген. Так, одан Кальций О қосылған иә, СО2. СО2 тездетейік 5,6 литр. Мынау так, ізбестің массасы X, мынау 100, мынау 22-де 4, одан шығады 100-ді 5-те 6-ға көбейтіп, 22-де 4-ке бөліңіз. 25. 25 болады. шығады. 25-тің 5% қоспасы бар екен, значит, ол 95%. 100%-ын табыңыздар. 95% ғана таза деген ғой 25-тің. 25-ті 100-ге көбейтесіз, 95-ке бөлесіз. 26-да 31 болып кетті ғой. В жауап болады, сонда мынау қате болады. Келесі картоп дейді. Короче, картоптағы крахмалдың массалық үлесі 50 килограмм 5 қап картоп. Так, 50-ді 5-ке көбейтеңіз. Қанша килограмм картоп болды? 250 килограмм. 250 килограмм картоп, я? 250 килограммы ол 100 келі картоп. 100% картоп деген. Оның 20% крахмал. 20% қанша деп табасың? 250-ді көбейтіңіз 20-ға, бөлесіз 100-ге. 50 ма? 50. 50 килограмм. Значит, 50 килограммы оның крахмал. Ал крахмалдан не керек? Бізге глюкоза керек. Крахмал С6H10O5, я? Оған су қосқан кезде ғана бізде глюкоза шығады. С6H12O6, я? Крахмал бізде 50, мынау 162 ма? Мынау 180, мына жерде X, глюкозаны табыңыздар тезетіп. 50-ді көбейтіңіз 180-ге. 55,5. 162-ге. Қанша? 55-те 55, да? 55-те 55. 55-те 55. Бірақ оның шығымы 50% болса, значит, осының жартысы. Жартысы бізде не болғаны? Глюкоза болғаны. 27-те 78. Түсінікті ма? Мынаның 50% десе. Мынау 100%, 50% X деп табыңыздар болмаса. Жақсы. Келесі өзара әрекеттеседі. Қышқылдық оксидпен, жалпы СО, Is газы мүлдем әрекеттеспейді. NO дегендер әрекеттеспейді. Екі металл оксидтері әрекеттеспейді. Екі бейметалл оксидтері әрекеттеспейді. Значит, А жауабы дұрыс бол. Қыздырғанда иілгіштігінен айырылатын. Жалпы пластмассаның екі-ақ түрі бар. Ол термореактивті, термопласты. Термопласты деген пластикалық иілгіш, ал термореактивті иілгіш емес. Значит, бұл жерде жауап термореактивті иілгіштігінен айырылатын пластмассаның түрі. Қыздырғанда иілгіш болмайтын. Ал иілгіш болатыны бізде термопласты. Екі түрі ғана бар. Оны пластмасса деген сабақта өтесіздер. Так, келесі контексттер дейді. Гомологтар деген химиялық қасиеті ұқсас, ол дұрыс. Гомологтарды көрсетіңіз. Бізде гомолог бензолмен, ол дұрыс. Сірке қышқылының гомологы сірке қышқылының өзі емес, карбон қышқылы дұрыс. Мына жерде кез келген карбон қышқылы оның гомологы болады, я? Так, метил ацетат пен пропан қышқылы гомолог емес. Метил ацетат пен пропан ол изомер. Метил ацетат деген СО3 қой. Метил ацетат. И пропан қышқылы. Метил ацетат. Пропан қышқылында да 3 көміртек бар. Екеу изомер, бірақ құрылымдық изомер. Так. Келесі, алкандардағы гомологтық қатар, алканның формуласы дұрыс. 2 пи байланысы бар қосылыс. 2 пи байланыстар бізде алкендерде болады дұрыс. Үшеуінде болады дұрыс. Ой, дұрыс емес па? Өзі қате қылып қойған деймін. Бром суын түссіздендіреді. Бізде қанықпағандар депті, оны біліпті. Бірақ бром хлорбутан белгілері Алкен. Алкен.
бутен, полипропилен не дейді? Апай, алкендер мен алкиндер ғана ма? Иә, алкендер будтады мына жерде. апай Полипропилен жердегі неміс. реттеп тұр ғой. Мына жерде үшеу ғой. Мынау, мынау, мынау. Мынау вообще, мынау бутан, хлорбутан дегендер келмейді. Полипропилен вообще ол полимер. Сондықтан мына жерде ен дегендері барды белгілеп шығасыздар. Түсінікті ма? Иә. Так, мынау асығыс болып тұр. Бізде 1-ақ минут қалды. Сабын алу реакциясы бар ғой, ол деген майдан алынады, үлкен карбон қышқылынан емес. Сондықтан бұл жерде А жауап болады. Өйткені андай жаңағы құрылым глицерин бірдеңе майына натрий OH қосқан кезде натрий деген қатты сабын алады. Калий OH қоссаң сұйық сабын алады. Мынау да қоспа, мен оған үлгермеймін. Так, мына жерде тура бағыт реакциясы, тура бағытқа қарай не істейді? Мына жақ тура деген мына жаққа қарай, температураны төмендеткенде дейді. Плюс Q оңға ағысады, температураны төмендеткенде, дұрыс. Моль саны мына жақта 2, мына жақта 3, значит, моль саны аз болса, қысым жоғары болады. Қысым артқанда, дұрыс. Сосын SO2-ні концентрациясы артқанда В жауап болады. Мына жерде